Ассалаумағалейкум, есімім Дінмұхамед Бақтиярлы болады. Бүгінгі сіздермен өтетін тақырып ерлердің репродуктивті жүйесі жайлы болмақ. Қазір егер сұрақтарыңыз болып жатса, мұнда астына қойсаңыздар болады, соған ары қарай бірге жауап беріп отырамыз. Жалпы ең бірінші ерлердің репродуктивті денсаулығы. Жалпы репродуктивті жүйе дегеніміз не? Осы жайлы айтайық. Ең бірінші бұл именно ерлердікі болғаннан кейін бұл ағзаның ұрықтандыру қызметін атқаратын мүшелердің жиынтығы. Оның басты міндеті ер адамдарда, яғни аталық ұрық жасушалар сперматозоидтарды түзіп, оларды әйелдің жұмыртқа жасушасына қосылуға дейін жеткізу. Сонымен қатар бұл жыныстық гормондар, әсіресе тестостерон өндіру арқылы адамның жыныстық дамуы мен репродуктивті функциясын реттейді. Яғни ерлердегі аталық безі өте маңызды рөл атқарады. Оның біріншісі аталық ұрық жасушаларын өндіретін болса, екіншісі ерлердің тестостерон гормонының өндірілуі осы аталық бездерге тікелей байланысты. Енді ерлердің репродуктивті жүйесін біз ішкі, сыртқы деп екі топқа бөлеміз. Яғни олардың негізгі қызметтері атап айтсақ, жаңа айттық, сперматозоидтарды түзу және оны тасымалдау. Екіншісі жыныстық гормоны тестостеронды өндіру. Одан кейін жыныстық қатынас кезінде ұрықтандыру процесіне қатысу жүйелері болып табылады. Енді ішкі, сыртқы деп бөлетініміз, яғни бізде сыртқы аймақтарға аталық жыныс мүшесі пенис, одан кейін аталық жұмыртқа жасушалары жатады. Одан кейін ішкі органдарға бізде қуық асты безі, одан кейін ұрық шығаратын түтіктер, шәует сынды қосалқы бөлімдерді жатқызуға болады. Жалпы ерлердің репродуктивті жүйесі қай кезде дамып бастайды? Қазақта жақсы сөз бар, 13-те отау иесі деген. Яғни ерлердің подростковый период, яғни жасөспірімдік шақтан жетілу уақытына дейінгі арақашықтық шамамен 9 бен 14 жас аралығында байқалады. Енді көбінесе осы 13-14 жаста бізде өзгерістер дамып, аталық бездердің іске қосылып, аталық органдардың іске қосылуымен жүзеге асып бастайды. Ең біріншісі осы жаста олар қалай көрініс береді? Ең біріншісі бойдың өсуі, бұлшық ет массасының жиналуы, ер балаларда иықтың кеңеюі. Өздеріңіз байқасаңыздар, мектеп кезінде белгілі бір период болады, мысалы каникулға кетесіздер, каникулға келгеннен кейін балалардың бойы өсу, дене салмағы өсу, яғни оның барлығы тікелей бізде аталық жыныс бездерінің жұмыс істеуімен, яғни гормондардың қызметке қосылуымен жүреді. Одан кейін аталық жыныс мүшесі, аталық жыныс бездердің ұлғаюымен көрініс береді. Одан кейін ер балаларды байқасаңыздар, дауысы гүрілдеп, төмен тембрлі дауыстардың пайда болуымен, одан кейін денелерінде әртүрлі аймақтарында, қасақ аймағында, қолтық аймағында, бет аймақтарында түктердің пайда болуы жүреді. Одан кейін әртүрлі аймақтарда, именно осы подростковый период кездерде балалардың беттерінде безеулер шығып жатады. Оны көкіректің алдыңғы жағында және де арқа аймақтарда осы безеулердің шығып бастаулары, яғни олар дамып жатқанның бірден бір көрінісі болады. Одан кейін жасөспірімдік шақта органдар енді қосылып бастағаннан кейін ер балаларда өздігінен ұрықтың шығуы байқалады. Яғни оны полюция деп айтыламыз. Ол балаларда органдар осы уақытқа жұмыс істемей тұрғаннан кейін, енді қосылғаннан кейін кейбір жағдайларда қатты стимуляция, яғни қатты қозудың әсерінен осы полюциялар ұрықтың өздігінен шығып кетулері жүріп жатады. Одан кейін енді не үшін бұны айтып жатырмыз? Бұл кез біз үшін өте маңызды. Сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Бұл жүйе не үшін маңызды? Себебі осы кезде бізде қандай да бір өзгерістер болатын болса, ары қарай даму барысында, жетілу барысында өзгерістер болатын болса, егерде жетілудің нашарлауы болатын болса, или жетілудің кешіктірілуі болатын болса, ер балаларда ары қарай балалы болумен проблемалар болады. Не себепті біз осы уақытта қатты мән беріп қараймыз? Өйткені осы кезде кейбір жыныстық жетілу барысындағы проблемаларды өткізіп алмауымыз керек. Егер де өткізіп алатын жағдайлар болатын болса, балалы болумен проблемалар болуы мүмкін. Яғни белсіздікпен, бедеулікпен проблемалар болуы мүмкін. Оның барлығы жалпы бұл жүйенің дұрыс жұмыс істеуі
болашақ ұрпақтың дүниеге келуіне және де жалпы ер адамның жалпы денсаулығы, өмір салтына тікелей байланысты болып отырады. Енді бұған қандай өзгерістер? Жалпы ер балалардың физикалық күштің дұрыс болуы, яғни физикалық жаттығулардың болуы, одан кейін салауатты өмір салтын ұстану, дұрыс тамақтану, одан кейін дұрыс ұйқы, осының барлығы жалпы ер адам үшін, жалпы адам баласы үшін өте маңызды рөл атқарады. Енді ерлердің репродуктивті жүйесінің құрылысы. Жаңа айттық, ерлердің репродуктивті жүйесі негізгі екі бөліктен тұрады дедік. Біріншісі сыртқы және де ішкі бөліктерден. Сыртқы мүшелері бізде жыныс мүшесі, жаңа айттық, жыныс мүшесі пенис деп, одан кейін бұл жақта бұның негізгі қызметі жыныстық қатынас кезінде аталық ұрық жасушаларды аналық жатырға жеткізу қызметі, және де ер адамдарда ол зәр шығару қызметіне жауап береді. Одан кейін аталық бездер. Ол жақта да маңызды ерлер үшін маңызды екі функция. Біріншісі сперматозоидтар ұрық жасушаларын өндіретін болса, екіншісі еркекті еркек ететін гормондардың королі тестостерон осы аталық бездерде өндіріледі. Одан кейін ішкі жыныс мүшелеріне эпидидимис сперматозоидтардың жетілуін қамтамасыз етеді. Яғни ұрықтарды осы жаққа жиналып, ары қарай ұрық шығаратын түтікке алып келеді. Одан кейін қуық асты без арқылы осында келіп, шәует көпіршіктері онда ұрықтар сақталып, одан кейін сыртқа тасымалдануы. Мынау куперовый желез жыныстық қатынас кезінде майлаушы сұйықтық бөледі. Мынау ер балаларда әсіресе эрекция барысында мүшенің басынан ақ түссіз бөлінділер шығып жатады ең алғаш. Осының барлығын осы куперовый желез бөліп отырады, куперовый бездері. Одан кейін жалпы енді анатомиясына келіп тоқталатын болсақ, пенис, яғни аталық жыныс мүшесі, оның басы, денесі, түбі болады. Одан кейін аталық бездердің басы өте сезімтал болып келеді. Қалыпты жағдайда аталық бездері босаңсып тұрады, ал қозу кезінде олар қатаяды, яғни эрекция барысында аталық бездері қатайып, ұзарып, жуандап, оның көлемі де ұлғаяды. Аталық мүшелерінің жалпы екі қызметі бар деді, жаңа да айтып кеттік. Біріншісі зәр шығару, одан кейін жыныстық қатынас кезінде аталық ұрық жасушаларын аналық аймақтарға жеткізу. Одан кейін бізде аталық жыныс мүшесінің әртүрлі өлшемдері және әртүрлі формалары болады. Бірақ бұл қатты маңызды емес. Ең маңызды нәрселердің бірі бұл кезде қандай да бір патологиялардың болуы. Мына суретте қарайтын болсақ, бізде аталық жыныс органдарының да әртүрлі патологиялары бар. Яғни мына жерде көрсетілген нормада, одан кейін зәр шығару түтігінің біреуінде жоғары, біреуінде төмен. Бұның медициналық атауы жоғары қарап тұрған эписподия, төмен қарап тұрғаны гипосподия деп айтылады. Бұл балалардың туылған кездердегі болатын ақаулары. Бұның да өз кезегінде әртүрлі қауіптерге алып келуі мүмкін. Сосын бұл кезде эрекция кезінде пенистің пішіні әртүрлі адамда әртүрлі өзгеру мүмкін. Түзу, бір жаққа қисайған болуы мүмкін. Енді бұлар қалыпты жағдайда бар, бірақ қисайғанның кейбір жағдайда патологиялық жағдайлары да болады. Оның, яғни өз қалпынан 30 градустан артық мөлшерде қисайған жағдайда бұл балаларда пероний деген ауру белгіленеді, яғни бляшкалардың пайда болуы арқылы аталық мүшеге дұрыс емес форма пішін береді. Осының салдарынан ол балаларда әртүрлі патологиялық өзгерістер болады. Енді пенистің жалпы негізі біз дүниеге келген кезде аталық бездің басы, аталық жыныс органдарының басы жабық тұрады. Оны біз енді мұсылман елдері болғаннан кейін, оны белгілі бір жасқа жеткеннен кейін, 3 жаста, 5 жаста, әртүрлі жасқа жеткен кезде оларды сүндетке отырғызып отырған. Ал егерде одан отырғызбай жүре беретін болса, кейбір балаларда негізінде фимоз деген ауру бар. Ол яғни аталық
терісі басы ашылмайды, тарылып қалады. И соның салдарынан ол балаларда, яғни кішкентай балаларда физиологиялық фимоз, ол қалыпты жағдай. Ал одан кейін патологиялық қандай да бір микротравмалардың или де өскен жағдайда жасы ұлғайған кездерде басының дұрыс ашылмауы осы фимоздың салдарынан болады. Ол яғни жыныстық қатынасқа түскен кезде әртүрлі ауырсынулардың болуымен көрінеді, және де басқа да әртүрлі смегмалардың, яғни бұл балалар сүндетке отырмаса, ұл балалар, оның ішіне аталық бездің жаңағыдай терінің астына әртүрлі яғни зәрдің қалдықтары болуы мүмкін. Одан бөлек мынау негізінде физиологияда смегма деп бөлінетін қоймалжың сұйықтық пайда болады. Ол сыртқа қарай шықпайтын болса, өз кезегінде ол қатайып әртүрлі ауырсыну формаларын алып келеді. Одан бөлек ол ары қарай қабыну ауруларына алып келеді. Негізінде жалпы оны қазіргі уақытта, яғни ата-бабаларымыз оны сүндетпен білген болса, ал қазіргі медицина оған келіп сүндетке отырудың дұрыс екендерін толығымен дәлелдеп отыр. Яғни ең бірінші бұл енді мұсылман емес елдер оның гигиеналық жағдайда, себебі егер де аталық бездері сүндетке отырмаған жағдайда әйел адаммен қосылатын болса, бұл кезде жатыр рагын алып келу мүмкін, әртүрлі жатыр ауруларына алып келеді. Сол себепті бұны гигиеналық мақсатта да, және де біз мұсылман елдері діни мақсатта да жасалып отырады. Бұның ер адамға ешқандай зияны келмейді. Ол негізінен дұрыс процедуралардың бірі болып табылады. Одан кейін бізде аталық бездер бар. Жыныс мүшесінің астында, тері қалтасының астында аталық бездер орналасады. Яғни тері қалтасы бұл ома деп аталады. Аталық без сперматозоидтар өндіріп, сперматозоидтарды аналық жасушамен қосылған кезде ұрықтанады және жаңа өмір пайда болады. Оның пісіліп жетілу үшін сперматозоидтарға арнайы бір қолайлы орта керек, және де арнайы бір уақыт керек. Негізгі аталық бездердің толық от доя жетіліп дамып өсуіне 72-74 күн аралығында уақыт кетеді. Ал енді оған толығымен дұрыс болу үшін арнайы температура керек. Ер адамдарда байқаса, күн ыстықта аталық бездері төмен қарай түсіп, ал күн салқында жоғары қарай көтеріліп, жиырылып тұрады. Бұл да өзінің терморегуляцияға толық жасай алатын бірден бір қабілеті. Әдетте ұма бұл дене температурасына қарағанда төмен градуста болады, шамамен 2-3 градуста төмен болады. Одан кейін бұл түсі қаралау және де өзінің арнайы түгі болады. Егер бөлме іші немесе дала жылы болса, жаңа айттық, төмен қарай салбырап түседі. Ал егер де салқын жағдай болатын болса, ол жиырылып жоғарға көтеріледі. Енді ерлердің репродуктив денсаулығына қорғау жолдары. Жалпы ең бірінші бізде жеке бас гигиенасын сақтау, дұрыс жуыну, дұрыс тазалану. Егер де бұлардың барлығы сақталмайтын болса, бізде әртүрлі инфекциялар, қабыну ауруларына алып келеді. Одан бөлек ерте жаста жыныстық қатынасқа түсу. Бұл жыныстық қатынасқа түсу барысында бізде әртүрлі ауруларға, әртүрлі жағдайларға алып келеді. Олардың ең бірінші қорғану тәсілдерінің бірі мүшеқап, яғни презервативтерді қолдану арқылы біз жыныстық жолмен берілетін инфекциялардан сақтаналамыз. Бірақ бұл бізде 100% жыныстық жолмен берілетін инфекциялардан сақтануға көмектеспейді. Екіншісі, дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтануға ер адамдар үшін өте маңызды. Ақуыздарды дұрыс пайдалану, мышцы, бұлшық ет массаларын көтерілу. Одан кейін енді репродуктивті жүйеге өте пайдалы мырыш, цинк, одан кейін селен сынды әртүрлі витаминге бай өнімдерді пайдалану арқылы біз өзімізде өндірілетін гормондарды, яғни аталық жыныс жасушаларының барлығын реттей аламыз. Одан кейін зиянды әдеттерден бас тарту. Зиянды әдеттерге білеміз: темекі, алкоголь, есірткі сынды әртүрлі жағдайлар жатады. Олардың барлығы адам организмде өндірілетін сперматогенезді бұзып отырады. Одан кейін белсенді өмір салты, жалпы спортпен айналысу. Ол организмдегі жалпы қан айналымды жақсартады. Одан кейін жыныстық функцияларды күшейтеді. Өте маңызды нәрселердің бірі урологқа қаралу. Ол кемінде жылына бір рет тексерістен өтіп отыру керек. Өйткені аталық бездер олар өте нәзік органдардың бірі. Бұл жақта өзгерістер болатын болса,
тез асқынып ары қарай әртүрлі қатерлі ауруларға дейін алып келуі мүмкін. Сол себепті міндетті түрде тексеріліп отыру керек. Енді мынандай сұрақ болады: эрекция қалай пайда болады? Жалпы аталық жыныс мүшесі бұлшықеттен тұрады ма, или сүйектен тұрады ма, или болмаса қалай болады деген жағдайлар көбіне сұрақ келеді. Олардың бірі негізі аталық без, ол тек қана бұлшықеттен тұрады. Бұл эрекция барысында олар өзіне қан тамырлары арқылы, оның ішіне қанға толу арқылы бізде қатайып эрогенді кезеңге ауысады. Оның яғни құрамы губка тәрізді болады, яғни өзіне қан толтыру арқылы солай бізде қатайып эрекция пайда болады. Енді жаңа айттық, ер балаларда полюция деген болады. Көбінесе жас жігіттер таңертең төсекте яғни қоймалжың сұйықтықтың бөлінгенін байқайды. Бұл түнгі уақытта эякуляцияның әсерінен болып отырады. Бұл көбінесе осы подростковый период кезде, өтпелі кезеңдерде біртіндеп енді жасушалардың, яғни гормондардың, жыныс жасушаларының дамыған, енді іске қосылғанның әсерінен бізде өздігінен эякуляциялар пайда болады. Бұл жас балаларда қалыпты құбылыс, ол есейе бастаған сайын ол жайлап өзімен кете береді. Енді аталық бездерді қалай тексеру, қандай жағдайда тексеру қажет? Ең бірінші, аталық бездерді жалпы өз-өзін тексерсеңіздер болады. Бұны жалпы өздеріңіз күнделікті или болмаса ай сайын қарап, қалыптан тыс түйіндердің, ісіктердің немесе қатты бір ауырсыну сезімдері пайда болса, оларды или көлемі өзгерсе, біреуінің көлемінің ұлғаюы, не болмаса біреуінің көлемі кішірейтін болса, қатты немесе тартылу сияқты сезімдер пайда болатын болса, бұл кезде біз міндетті түрде тексеріп отыруымыз керек. Енді медициналық тексеру үшін, егерде ауырсыну немесе ісіну бар болатын болса, бізде инфекциялардың, қабыну ауруларын және де басқа да осы аталық безінің ауруларын алдын алуымыз керек. Одан кейін жыныстық жетілу кезінде міндетті түрде ерлер үшін тексеру керек. Бұл жыныстық гормондарды тексеру керек. Себебі егерде кешіктірілетін болса, бұны жасөспірімдік шақта ертерек қолға алмасақ, уақыт өтіп кететін болса, бұл кезде қайтымсыз процестерге алып келуі мүмкін. Оның бірден бірі белсіздік, бедеулік, яғни сперматозоидтардың сапасының мүлдем жойылып кетуі, не болмаса жоқ болып кетуі. Ол кезде біз үшін өте маңызды. Енді жыныстық жолмен берілетін инфекциялар өте қауіпті. Сол себепті егерде сіз партнермен жаңадан қосылған болсаңыз, егерде ол партнерға күмәніңіз болса, онда міндетті түрде жыныстық жолмен берілетін инфекцияларға тапсыру керек. Одан кейін жарақат алу, яғни бұл кезде аталық органдардың жарақат алуы, бұл өте қайтымсыз процесс. Бұл кезде дер кезінде дәрігерге қаралу керек. Оны уақыт созуға болмайды. Енді отбасында аталық без обыры болған жағдайда профилактикалық мақсатта ер балаларды міндетті түрде тексеріп отыру қажет. Жалпы бүгінгі берілген тақырып осы. Назарларыңызға рахмет.